жасанды интеллекттің көмегімен тегін өзіңнің видеоңды автоматты түрде қалай монтаждауға болатын осы видеода көрсетемін. Осы промптты қолданып, осы нейронканы қолдану арқылы сіз видеоңызға автоматты түрде субтитрді, переходты, анимация, иконкаларды, стикерлердің барлығын автоматты түрде өзі жасанды интеллект сізге жасап беретін болады. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Қысқа әрі нұсқа сіздерге анық барлығын түсіндіруге тырысамын. Және де менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Бұл парақшада мен маркетингке қатысты, SMM, Instagram, TikTokқа қатысты қызықты ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Дәл қазір осы қолданатын жасанды интеллект тегін. Кстати, дәл қазір қолданып үлгеріңіздер. Маған подписка жасап, парақшама жазылған болсаңыздар, дайректке жазсаңыздар, мен сіздерге 4 айлық доступқа мүмкіндік беремін. Тегін тіркелуге, сол арқылы сіздер осы нейронканы 4 айға тегін қолданасыздар, және сіздерге 1000 кредит беріледі. Обычно негізі ай сайын 100 кредит беріледі. Сізге бұл жолы 1000 кредит беріледі. Сіз әр видеоны 15-20 кредитке жасап 10 секундын жасай аласыздар. Енді оны қалай жасап екен, давайте кеттік. Ең бірінші давайте жасайтын материалымызды міне дайындалып алдық. Бұл бізде 10 секундтық видео. Осыны біз дәл қазір компьютерімізге жүктейміз. Бұл видеоны, бұл монтажды сіздер компьютермен жасайтын болсаңыз, ноутбукпен жасайтын болсаңыз, более удобно. Телефонда да болады, бірақ өте ыңғайсыз. Мен қазір видеоны өзімнің компьютеріме жүктеп алдым. Ендігі бізде Google-ға жазамыз. Орысша жазсақ та болады, ағылшынша жазсақ та болады. Google Flow деп жазамыз. Мінекей. И осы жерде бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Осы жерде сіздер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менде қазір осы про режим қосылған. Менің инстаграмыма дайректпен жазсаңыздар, мен сіздерге 4 айға доступ бере аламын. Тегін доступ бере аламын. Енді қараңыз, осылай сізге рабочий панель ашылады. Сол кезде сіз ең бірінші мына жерде создать проект деген кнопканы батырманы басасыз. Осындай окошко ашылады. И мына жерде қараңыздар, сіздер плюс осы нейронканың көмегімен тегін фотода генерация жасасаңыздар болады. Мен дәл қазір видео жасау керекпін. Сондықтан видео деген батырманы басамын. Формат YouTube форматта немесе осындай Reels форматында қойып аламыз. Одан кейін астында қараңыз, 1 копия, 2 копия немесе 4 копия жасап берсе болады. 4 түрлі вариант. Маған данный момент бірақ вариант жеткілікті. Себебі бұл бізде әр видеоға қараңыздар, мына жерде кредиттің саны көрініп тұрсыз ма? 15 кредит алады. Егер 4-ке өтетінсім 60 кредит. Яғни 4 видео жасап берді, 60 не алады. Маған данный бірақ видео жеткілікті. Сондықтан осыны белгілейміз. Одан ұзақтығы 10 секунд дегенде белгіледік. И мына жақта қараңыздар, нейронканың поколениялары бар. Ең керегі бізге OmniFlash. Қазіргі жарып жатқан нейронка мінекей. Осы жерге біз өзіміздің материалымызды жүктеуіміз керек. Загрузкені бастық. Принимаю дейсіз. Мінекей видеомыз жүктеліп жатыр. Осы моментте сіздер мына жақтан мен көрсеткен нені промпт алсаңыздар болады. Ол менің телеграм каналымда бар. Тіркеліп алыңыздар. Мінекей текстің үстін бір рет бассаңыз копировать етіледі. Енді дальше видеомыз жүктеліп жатыр. Қайтадан плюсті басамыз бір рет. Міне қараңыз, видеомыз загрузка бөлімінің үстінде. Яғни видеоны нейронка әлі қабылдап жатыр. Так. Сәл қандай күту керек енді бұл жерде. Интернетіңіз жақсы болса, тезірек жүктеледі. Менде данный момент қазір вроде средняя скорость. Күтеміз. Деп айналдырып жіберетін жаңа мына жерде переход жасап. Экраным сәл шаңдау екен. Енді байқадым, sorry. Бұл жерде сіздерге пайдалы болсын деген ниетпен жасап жатқан видео. Так, окей, міне қараңыздар, бізде видео жүктелді. Осы жерден добавить запрос деген басасыздар. Міне видеомыз генерация жасайтын бөлімге енді. Одан кейін мышканың оң жағын басып, бізде жаңағы дайындалған промптты осы жерге қоямыз. Болды, осы жерден енді 8 секунд емес, OmniFlash дедік. Бұл жерде
Ұзақтығы 8 секунд қана болады екен ғой, кстати. 8 секунд қана болады екен, кешірім сұраймын. Так, давайте промпт жаздық. Енді go. Мінекей видеомыз уже генерацияға кетті. Мен видеоны таңдадым, промптын жаздым, промпты уже телеграмда дайын тұр. Уже генерацияға кетті. Қазір бұл бізде очередьте тұр. Бір көп болмаса, бір жарым, бір минуттың ішінде менің видеомды уже дайындап беретін болады. Нәтижесін сразу көрейік. Қараңыздар, міне процесс запущен, 1% деп тұр. Кетті. Жалпы маркетингке қызығатын болсаңыздар, именно жасанды интеллекттің көмегімен жұмысыңызды жеңілдеткіңіз келетін болса, мен өте көп ақпарат бере аламын сіздерге. Осы нейронкаларды көбінде мен тегін нейронкаларды қолданамын. Жұмысымда қараңыздар, Cloud'ды қолданамын, осы Google Flow қолданамын, Gemini'ді, ChatGPT'ді. Одан кейін тағы да мен сіздерге бір жақында видео шығаратын боламын. Тегін нейронканың көмегімен шексіз видео жасауға болады. Оны да сіздерге бөлісетін боламын. Жалпы осындай ақпараттармен, қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан парақшаға тіркеліп алыңыз, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Инстаграмда көбірек сторис салып отырамын осы идеяға қатысты момент. Кстати, бүгін буквально менде бір видео шықты. Жасанды интеллекттің көмегімен мен компанияға, кәсіпкерлік компанияға 117 мың теңге эконом жасадым. Қалай десеңіз, мен сол үлесті бөлістім. Инстаграмға кіріп көріңіз. Идің көмегімен ойлаңызшы, бір компанияның 117 мың теңгесін мен эконом жасап бердім. Еще тегін нейронканың көмегімен, и дәл осы нейронканың көмегімен. Қалай екен, сол видеода анық қанығын толқынды көрсететін боламын. Сондықтан мен парақшама тіркеліп алыңыздар. Так, но бізде қазір қараңыздар, 47-50% генерация болды уже. Буквально әңгімемді айтып біткен жоқпын, уже генерация 50%-на дейін жасалып қойды. Давайте келесі видеода мен қалай фотоны генерация жасаймын, тегін жасаймын. Соңғы модельдерді қолданып қалай генерация жасайтынымды давайте мен сіздерге бөлісейін. Мысалға айтатын болсақ, мен буквально жаңағы жасаған суретім. Менде профессиональный фотостудия жасаған реальный фотом. Одан осындай жақсы фотолар шығаруға болады. Бұның барлығы бір ғана промпттың көмегімен профессиональный тағы да одан да мощный фотоларды қалай жасауға болатын, қалай обработка жасауға болатын барлығын мен сіздерге көрсететін боламын. Қазір бізде 83% генерация болды. Давайте ана видеоны ашып көрсетейін сіздерге не айтылған. Дауыс естіліп жатыр ма? Қалай екен видеода көрсетемін. Так, давайте бір көрейік, басан. Енді ешқандай видеоны монтаждап қажет емес, жасанды интеллект сіз үшін барлығын өзі жасайды. Переход, монтаж, субтитр өзі қойып беретін болады. Қалай екен видеода көрсетемін. Көрдіңіз, осы видеоны қазір монтаж жасап жатыр. Дайын болды. Дайын болсақ, давайте көрейік. Енді ешқандай видеоны монтаждап қажет емес, өйткені сіз үшін барлығын өзі жасайды. Тек қана видеоны жүктейсіз, болды. Өзі монтаждап, субтитр жазып береді. Қалай екен видеода көрсеттім, кеттік. Прикинь, ойлашы, бүкіл жаңағы текст, анимация, переход барлығын істеп қажет емес, өйткені сіз үшін барлығын өзі жасайды. Тек қана видеоны жүктейсіз, болды. Өзі монтаждап, субтитр жазып береді. Қалай екен видеода көрсеттім, кеттік. Зор ма? Дәл осылай мен YouTube арнамда бөлісіп отыратын болам. Сондықтан тіркеліп ал, лайк бас, және де достармен бөліс. Ассаламу алейкум, сіздермен бірге онлайн маркетингті жеңіл тілмен түсіндіретін боламын.